Қазақстанның ұлық мерекесінің құрметіне еліміздің бас консулдығы шетелдік қонақтарды қабылдап, қонағасы берген сәті. Келген меймандардың ішінде бір адаммен таныстым. Ол Марсия Фавале. Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің бас кеңесшісі, Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорында тәуелсіз консультант болған, қаржы саласында 20 жылдық тәжірибесі бар жоғары лауазымды ханымның шетелдегі қазақ балалары жобасына қандай қатысы бар деп ойлап үлгерген шығарсыз. Иә, мен де солай ойладым. Әрі таңғалғанымды да жасырмайым. Өйткені бұл мен үшін аяқ астынан ашылған жаңалық болды. Қаржылық дағдарыс кезеңінен бастап 2009 жылдан бері Қазақстанмен тығыз жұмыс істеймін. Халықтық IPO бағдарламасын ендіруге қатысты, банктерді реструктизациялау мәселелеріне байланысты ақыл кеңес бердім. Жалпы, Қазақстан тек минералды ресурстарға ғана бай ел емес, мәдени, тарихи құндылықтарға да бай мемлекет. Адамдардың ішкі жан дүниелері өте бай, ашық, қонақжай. Сондай-ақ менің қызым Қазақстаннан. Қазақстаннан? Қалай Қазақстаннан? Үнім қазақша шығып кетсе де Марсия ханым жүзімдегі таңғалысты бірден байқады, қасын көтергеніне қарағанда. Иә, ол Алматыда туылған. Мен оны асырап алдым. Қазір жүрегім тек қана сол деп соғады. Осылайша менің махаббатым Қазақстанға деген шексіз. Халықтық IPO-ға қатысты америкалық әйелдің әрекетінен не шыққанның шыңын шығармай қояйын. Бірақ ол өзі айтқандай, қазба байлыққа толы Қазақстанның қойнауындағы ең құнды, ең қадірлі байлықты иеленіпті. Қазақ ұрпағын. Ол 10 жаста, Нью-Йоркте оқиды. Ол өте жақсы оқиды және спортпен айналысады. Мықты спортшы. Ол әдемі, нағыз қазақтың қара қызы. Аты Мақпал. Өзім тағы бір есім бердім. Александра Мақпал. Оны еліне алып барғам. Менің Қазақстанда жұмыс істейтінімді біледі. Сондықтан да Қазақстан туралы жақсы хабардар. Мен ойлаймын, балаларға жаңа отбасын табуға мүмкіндік беру керек. Мен қазір оны асырап алғанымды да ұмытып кеттім. Ол менің туған қызым сияқты. Мақпалмен кездесуді сұрап Марсия ханымға қолқа салдым. Америкадан кеткенше осы кездесуді тағатсыздана күттім. Алайда алғашында келісімін берген қаржыгер әйел артынан уақытының тығыздылығын айтты. Бұл сылтау ма, басқа ма білмеймін. Бірақ бір өкініштісі Мақпалдың жүзін көре алмадым. Американдықтардың дүние жүзінің қуыс-қуысын қалдырмай, жетім қалған балалардың барлығын жаппай асырап алып жатқанына қарағанда елдегі демографиялық ахуал шатқақтап кеткен. Жоқ әлде басқа себеп бар деп ойлайсыз ба? Десек те Америка жаратушының ұлы сыйы табиғи жолмен сәби сүю мүмкіндігінен айырылуда. Есть группы людей, которые, особенно здесь, вокруг Вашингтона и в Нью-Йорке, которые стремительно делают свою карьеру, которые очень... Ірі мегаполис тұрғындары өте көп жұмыс істейді, карьера жасайды. Отбасын құру керек деген ойға тоқтағанда олардың жасы 40-тан асып кетеді. Ер адамдар 35, 40, 45 жасында үйленсе, әйелдер үшін бұл жаста бала сүю кеш болып жатады. Көпшілігі денсаулығын ойлайды. Бала көтерсем, шатқақтап кетпейме деп қорқады. Енді бірі бұрын қандай да бір кеселмен ауырған соң, ол сәбиге берілмейме деп ойлайды. Оларда балаға бере алатын барлық жағдай бар. Қаржылық, әлеуметтік жағы өте жоғары. Бірақ перзент жоқ. Сондықтан да халықаралық бала асырау ісіне жүгіне бастайды. Ал екінші топ өз ұрпағы бола тұра жетім балаларға бақыт сыйлау үшін бағып алады. Бала өзін сүйіспеншілік пен қамқорлыққа бөлейтін отбасында өсуі тиіс. Бұл ақш-тың басты ұстанымы. ақш-тағы миллиондаған отбасы шетелден бала асырап алғысы келеді. Жыл сайын американдықтар өзге жұрттан 7 мыңнан 20 мыңға дейінгі бүлдіршінді өз қарамағына алады. Егер мүмкіндік болса, американдықтар әлемдегі барлық жетім қалған баланы асырап алуға дайын. ақш сенаторының бұл сөзі сескендірмей қоймайды. Жаман ел жоқ, жаман адамдар бар. Көзден таса болған жетімектердің кейбірінің нақты қандай мақсатпен асырап алынғаны, алынатыны да біз үшін жұмбақ болып қала береді. Американың ішінде жыл сайын кемінде 50 мың бала жаңа жанұямен табысады. Сондықтан да бізде жетім бала жоқ. Америкада патронаттық жүйе жақсы дамыған. Табиғи апат салдарынан туғандарынан айырылып,
жетим калган бүлдүршүндөр, ата-анасы нашакорлукка салынган немесе түрмөдө отурган жеткинчектер башка отбасыларынын карамагына берилет. Оларды орналастыруу менен әлеуметтик кызметкерлер айналышат. Дегенмен патронаттык отбасыда мәңгилик эмес. Эгер жаңа орта балага унамаган жагдайда ол башка жануяны таңдауга укуктуу. Ал некеге турмай бала көтерип, оны перзентханага, кокуска, күшүгө тастап кетүү, жакындарына сыр билдирмөө үчүн даретханага агызып жиберүү деген сыяктуу биздин элде кездесетін сойкан окуйгалар жайында эстемеппин дейди узак жылдан бери АКШта туруп жаткан галым Айнур Көкетаева. Процесс усыновления довольно сложный и довольно долгий. Американың ішінде бала асырау өте қиын әрі ұзақ. Әр штатта әртүрлі заңдылық бар. Егер әйел адам жас кезінде отбасын құрмай жатып жүкті болып қалса, бұл американдықтардың түсінігінде жоспарсыз бала болса. Әлеуметтік қызметкерлердің көмегіне жүгініп, агенттіктерге хабарласып, баласына жаңа отбасын іздейді. Бұл американдық киноларда өте көп көрсетіледі. Сәбиге ата-ананы өзі таңдайды, аяғы ауыр кезде жаңа отбасы оның барлық жағдайын жасап, материалдық жағынан көмектеседі. Алайда баланың биологиялық анасы кез келген уақытта алғашқы ойынан қайтып сәбиді жаңа отбасына беруден бас тартуы мүмкін. Ондай жағдайда заң сол туған анасы жағына ойысады. Кеткен шығында қайтарылмайды. Дегенмен қазіргі уақытта еш нәрсе ерсі тұрпайы көрінбейтін Америка қоғамында шамамен 50-60 жылдары тұрмысқа шықпай бала көтеріп қалу абыройсыздыққа ұшыратып, ұят саналатын кезең болған. Асырап алынған балалардың өмірін қадағалау компаниясындағы психолог Анна Кюлемен сол қоғамның құрбаны. Құрсағына бала біткеніне қорланған жас анасы ол кезде оқушы. Оны өмірге әкелет, сосын перзентханаға әлеуметтік қызметкерлер келіп сәбиді алып кетеді. Есейген кезде Анна анасын өзі іздеп тауып алған. Бірақ сол сәтте не сезінгенін американдық психолог айтпады. Түсініксіз жағдайда қалдым дейді. Адам жанын зерттейтін, көңілін жұбататын психологқа да бұл тұста басқа бір психологтың көмегі қажетсінді. Маған әйтеуір бір түрлі көрінді. Туған анаммен кездеспеймін, тек анда-санда хат жазып тұрамыз. Өзімді асырап алғандықтан мен де 2 баланы Қытайдан алдым. Негізі асырап алынған балалардың психологиясында қиындықтар көп болады. Олар өмір бойы өзін өзі танумен өтеді. Кіммін деген сұраққа жауап іздейді. Әсіресе басқа елден келген балаларға қиын. Айналасындағылар мүлдем бөтен, ешкімге ұқсамайды, барлығы ерсі көрінеді. Сондықтан жеке тұлға ретінде қалыптасу үшін олар тарихын зерттеп, тамырын іздеп, өзінің қандай жолмен келгенін, қалай келгенін көп ойланады. Америка Құрама Штаттарында баласын беруін беріп кейін қайтарып алатын фактілер өте көп тіркелгендіктен, перзентсіз американдықтар елдің ішінен бала алуға құлықсыз болады. Ал халықаралық бала асырау тәжірибесінде мұндай жағдайлар кездеспейді, сондықтан да Америка халқына басқа елден бала асырап алған өте тиімді. Қазақстанға барсаң аласың. Ешқандай проблема жоқ. Анасынан барып сұрап жүрмейсің, ешкім іздемейді. Басқа мемлекеттен бала асырап алғысы келген отбасының тек психологиялық жағдай емес, денсаулығын да тексереміз. Олар туралы көршілерінен, туыстарынан анықтамалық қағаз аламыз. Өздерімен арнайы сөйлесеміз. Сондай-ақ Америкада полиция қызметінде әрбір адамның жеке қылмыстық анықтамасы жазылады. Кішкентай балаларға қатысты, немесе басқа қандай да бір қылмыс жасаған ба, жауапкершілікке тартылған ба деген тәрізді. Бәрінен өтіп, жеке сөйлескенде, мен ол адамдардан әлі де күмәнданып тұрсам, іске психолог араласады. Дегенмен көп жағдайда бала асырағысы келген адамдардың ниетінің таза екенін айыру қиын. Бала асырап алу үлкен қадам, бірақ ол өзін өзі ақтау тиіс. Осы арқылы асыранды балаларға Христосты танытуға әбден болады. Бұл миссионерлердің пікірі. Бұрынғы заманда еуропалық миссионерлердің Америкаға өз діндерін насихаттау үшін келіп, жетім балаларды қамқорлыққа алу арқылы діндерін уағыздағаны белгілі. Жалпы халықаралық бала асырау процесінде мұндай жағдайлардың кездесетіні құпия емес. Енді кезекте Америка халқы өзге жұрттан жапырып бала асырап алуға көшті. Өз мақсаттарының, өз діндерінің жақтастарын көбейту олардың басты мақсаты деп мен нақты айта алмаймын. Бірақ қара көздер асырап алған ата-аналарының сеніміне өтетіні анық.
Безусловно. Есть и миссионеры, и религиозные люди, и... Әрине, Қазақстаннан бала сұрап алып жатқан азаматтардың ішінде миссионерлер де, діни сенімді берік ұстанатын адамдар да, байлар да, орташа табыстылар да, ақшаны аз табатындар да, барлық ұлттың өкілдері, аралас некедегілер де, жалпы барлық әлеуметтік топтағы адамдар бар. Сен қандай сенімді ұстанасың? Біз аса діндар емеспіз. Мүмкін біз христиан шығармыз. Құдайға сенемін. Мен католикпін. Мен христианмын, бірақ дінге сондай қатты берілгенмін деп айтпас едім. Әр жексенбі сайын шіркеуге бармаймын. My mother is Jewish and my father is Christian and I am Kazakh. Менің анам еврей, әкем христиан, өзім қазақпын. We just recently celebrated Hanukkah. Қазақ елі мұсылман болғандықтан мен де мұсылман болуым керек деп ойлаймын. Сынықтан басқаның барлығы жұғат. Америкалықтар асырап алған қазақ балаларының оларға тартып кеткені сондай. Тіпті айыру қиын. Тек түрлері ғана хабар беріп тұрады қазақ екендігінен. Әрине, олар жұтқан ауа басқа. Ішетін судың дәмі бөлек. Личная позиция того, что мы должны в первую очередь исходить из интересов самих детей. Если мы Біз бірінші кезекте жетім баланың мүддесін ойлауымыз қажет. Бала бақытты болып, әлеуметтік тұрмысы жақсаратынына сенімді болсақ қана, халықаралық бала асырау бағытындағы жұмысты жалғастыруға болады. Ал егер Қазақстанда асырап алынған балаларға ақш-тан да жақсы жағдай жасалса, онда сыртқа бала беруді тоқтату керек. Өзіңнің бір бауырың ретінде қимайсың, өзіңнің бір отандасың ретінде қимайсың. Қазақтың балалары, сол асырап алынған балалар, олар өте ақылды болып келеді, жаңағы көптеген еңбекқор болып келеді. Ертең мысалы сол тұрғыдан алып қараған кезде, ертеңгі бір дамушы, мынау осы қазіргі күндегі дамушы технологияларда бірдеме ойлап табуы мүмкін. Сол жақтан да қарасаң, мысалы қимайсың соларды шетелге кетуге. Өскенде кім болғың келеді? Президент болғым келеді. Қай елдің президенті болғың келеді? Қазақстанның президенті болғым келеді. Немесе Американың президенті болғым келеді. Президент болу үшін не істеу керек? Қандай болу керек? Президент қанағатсыз болмау керек, жомарт болу керек. Өзі басқаратын елдегі байлықты өзіне алмау тиіс. Біріншіден, біздің елде заң бар, конституция бар. Сол заңдылықтардың талаптарын қорғау, орындату үшін және тәртіпсіздіктерді болдырмау үшін полиция қызметкерлері қажет. Сондықтан мен полиция офицері болғым келеді. Есіңде ма, президентпен кездескенде саған не айтты? Сен президентке не айттың? Президент менің қолымды алды. Ал мен оның қолын қысып ұстап тұрдым. Ол маған сен жақсы баласың деп айтты. Сосын сенімен танысқаныма қуаныштымын. Бұндай кездесу бола бермейді деді. Осы шетелдерде жағдай жасалып отыр. Осындай жағдай жасалғаны, осындай жағдайды Қазақстанда жасай алмаған себептер бар мысалы. Сондықтан кетіп отыр. Азаматтық пікірім ретінде мен қалар едім Қазақстанда жаңағы әрбір жанұяның әл-ауқаты өте жоғары болып, ертеңгі күні әркім өзінің нәрестелерін асырай алуға жағдайы жетіп, ондай жетім балалар болмайтынына.
действительно, когда ты встречаешься с детьми, усыновленными из Казахстана, когда ты видишь маленьких детей. Қазақстаннан асырап алынған балалармен кездескенде кіп кішкентай қазақ балғындарын көргенде әрине жүрегің ауырады. Шынында жаның ауырады. Алайда медальдің екінші жағы бар ғой. Конечно, больно становится. Действительно больно. Статистикаға сүйенсек, Қазақстандағы жетім балалардың көпшілігі кәмелетке толып, балалар үйінен кеткен соң жаман жолға түсіп жатады. Ұрлық, қарлық, бұзақылық әрекеттерге барады. Нашақорлыққа, ішімдікке салынып кетеді. Бұның барлығы үйі күйі жоқ қаңғып қалған жетімдерге жол көрсететін, демейтін ешкімнің жоқтығына. Осы жағынан алып қарағанда мейлі, тіпті республиканың аумағынан тыс жерге кетсе де, олар отбасында тұрса, анасы, әкесі болса дейсің. Мейлі, шетелдік болса да. Территория Казахстана – это огромнейшая территория. Не зря мы называемся не просто Казахстаном, мы называемся Евроазией. Қазақстанның жері кең, тарихы тереңде жатыр. Қазба байлыққа тұнып тұр, текті халықпыз. Интеллектуалды ойлау қабілеті жоғары біздің ұлттың. Мемлекеттің ең қадірлі байлығы – адам. Богатейший потенциал мы, собственно говоря, отдаем. Это немножко как бы осознавать. Өзіміздің ұлттың болашағын шетелге беріп жатырмыз. Бұл қасірет. Сондықтан да мен Қазақстан азаматтарына үндеу жасағым келеді. Елдегі балалар үйіндегі өз сәбилерімізді асырап алудан тартынбайық, қашпайық. Жетімдер саны жылдан жылға азайса екен. Шетелде қазақ балалары жобасы шетелге бала беру үшін жасалған жарнама емес. Біздің мақсат жат жұртқа жылынып кеткен қазақ бөлшегінің бір бөлігінің өмірінің қалай өрілгенін көрсету, олармен Қазақстан арасындағы байланысты жаңғырту, үзбеу. Өйткені шетелдіктер асырап алған қазақстандық балалар кәмелеттік жасқа толғанға дейін Қазақстан азаматтары болып қалады. Демек, мемлекеттің қорғауында болуы тиіс. Я сама езжу с проверками очень часто, Жанар. Міндетті түрде біз олармен байланысты үзбеуіміз керек. Мен американдықтар асырап алған қазақстандық балалардың тұрмысын тексеруге жиі барам. Сонда түйгенім, балалар өз тарихын білгісі келеді. Өз елін тануға құлшынады. Олар біздің азаматтарымыз. Әр адамның пікірі әртүрлі. Біреулер айтады, біздің балаларды асырап алып шетелде не істеп отыр. Әркімнің ойы әрқалай. Біреудікі жаман болса, біреудікі жақсы болады. Ол біздің қанымызда бар. Әркім өзінің бауыры туралы ойлайды. Қазақстаннан кеткен қазақтар не болып жатыр екен деп. Біреуінің болмасын, біреуінің ойында бар. Сол ойында жүрген қазақтардың сұрағына сіздерде нақты жауап бар. Шетелдегі қазақ балалары жобасының Америка құрама штаттарындағы соңғы түсірілімі кезінде вице-консул Қазақстан ұлттық арнасы жобасының жүрегіндегі күдікті сейілтіп, бір сауапты іске сеп болғанын жасырмады. Сіздің ойыңызда бар ма бала асырап алу? Негізі ондай ой менде бұрыннан болды, бала асырап алу. Бірақ қалай баламен сөйлесу керек, оны өзімнің балам деп айтасың ба, жоқ ертең өскен кезде оған алдаған секілді боласың ба, сол мәселелерді қалай шешеді екен деген ой туды мен негізде. Сол мен негізі ұстап тұрды. Бірақ бірге жаңағы көп жанұяларды көрдік Американың. Көбісі өскен балалар, көбісі кішкентай балалар. Сол кезде мысалы солармен сөйлесіп отырған кезде жаңағы өзімнің көп деген сұрақтарыма жауап алдым. Ертең Қазақстанға қайтқан кезде бір қазақтың баласын солай асырап алам ба деп ойладым. Қалың қазақ ұйыған Шымкенттің тумасы болса да, дипломат Қадыр Қайыпов қазақшылыққа салынып, балалар үйінен алған бүлдіршінді өзімнен туғансың деп емес. Оған американдықтар секілді жастайынан шындықты айтып өсірудің бала үшін маңызды екенін ұғындым дейді. Иә, ақиқатты білгеннен балғынның сізге деген махаббаты түгесіліп қалмайды. Өйткені бала тапқандық емес, баққандықы деген сөзді қазақ бекер айтпаған болар.
Менің ойымша туған бала болсын өзіңнен шықпасын мейлі, ана махаббатында айырмашылық жоқ. Ана мейірімі шексіз. Қазақстандағы ата-анамды, Қазақстанды сағынып жүрмін деп айтты. Мен не дерімді білмедім. Мұндайды күтпеген едім. Ойлаймын, түрлері қандай екен, жалпы қандай адамдар екен деп. Мен олармен қуана кездесетін едім. Бірақ бұл тілегім орындалмаса, өкінбеймін. Құдайдың маған басқа жоспары болған ғой. Америкаға келіп, осы елден өз отбасымды табу бұйырған шығар. Мен өмірге әкелген адамдарға ешқандай сезімім жоқ, өйткені олар танымаймын. Жүрегімде қазіргі ата-анама деген сезім бар. Олардың маған деген көңілін, қарым-қатынасын бағалауым керек. Не ішесің? Бір нәрсе ішесің бе? Шай ішемін. Туған ата-анасы туралы сұрайды. Бір күні неге мен сондай ақылдымын? Әлде менің әкем ақылды болған ба дейді. Мен, қызым, саған жарық дүниені сыйлаған анаң да әкең де ақылды адамдар болған. Сен соларға тартқансың дедім. Ол қуанып қалды. Туған ата-анаң туралы ойлайсың ба? Иә, негізі менің олар туралы ойламауым дұрыс емес болар еді. Олар болмаса, мен дүниеге келмес едім. Мүмкін кішкентай кезімде мен туған анамның әрекетін түсінбес едім. Қазір түсінуге тырысамын. Ол менің келешегімді, қауіпсіздігімді ойлады ғой. Болашақта менің еш нәрседен қиындық көрмегенімді қалағандықтан қалдырған шығар. Ол менің тағдырым қалай болады екен деп, қазір де уайымдайды, алаңдайды деп ойлаймын. Қазақстанда бір өте атақты адам бар, Динара деген. Менің туған анамның аты Динара болғандықтан осыны есіме сақтап алдым. Көргенде танысқаныма қуаныштымын. Мен сендердің туған балаларымын деп айтар едім. Өзімнің туған ата-анам туралы көп ойланғам. Бірақ қазір есіме салмауға тырысам. Барлық деректі файл ретінде папкамен жинап қойдық. Суреттер бәрі сақталған бізде тұр. Анасының суреті бар. Бір агентті жалдағанбыз, ол бізге тауып берді. Әзірге Натали сұрай қойған жоқ. Сұраған кезде бәрін өзіне айтамыз. Қазір уақыты келген жоқ. Бұл менің Қазақстандағы туған анамның суреті. Мүмкін туған әкем мен анам мен Қазақстанға барып, оларды тауып алып, есіктерін қағып, неге бұлай істедіңдер, неге мені тастап кеттіңдер деп сұрамауым үшін нақты аты жөндерін қалдырмаған шығар, іздемесін деп ойлаған шығар. Қолым ауырып кетті. Әкел өзім ашайын. Әлі де шынығу жаттығу керек саған. Балаларын өздері өсіре алмағандары үшін олар қатты өкінеді. Уақыты келгенде жаратушы олардың жазасын береді. Өмір саған көтере алмайтын қиындық бермейді. Осы менің ұраным. Мен өз тамырымды жоғалтпаймын. Шыққан жерімді ұмытпаймын. Тек маған Қазақстанға қайта барып көру керек. Мен американдықпын. Бірақ мен қайтадан қазақ бола аламын. Қазақстан мен үшін ыстық. Өте кішкентай кезімде кеткен соң, бәрін ұмыттым. Сол үшін Қазақстанға барып, елімді есіме түсіргім келеді.
өзім өмірге келген Алматыны аралап жүргім келеді. Иә, Иә, Қазақстанға баратынымыз анық. Мен көп қазақтармен кездескім келеді. Бұл аралда менен басқа қазақ жоқ. Мен шыққан жеріме, ата-бабаларыма сәлем айтам. Мен үнемі айтам, бірақ олар мені естімейді. Salim, Kazakhstan. Arman Bolay. Salim, Kazakhstan. Salim, Kazakhstan. Salim, Kazakhstan. My name is Botigos in Kazakhstan Gasay. Maybe can you ask them to answer? Қазақтар, қалайсыңдар? Маған қазақтардан осы сұрағыма жауап керек. I am Kazakh. Мен Казахстан. Америкада қазақ балаларының өміріне қанықтық, елге де қайтатын уақыт болды. Олар енді ешқашан жетімдіктің тауқыметін тартпайды. Безберек аналары, тасбауыр әкелері отаны беріп бақытты жат елден, жат құшақтан тапты. Олар енді еш нәрседен мұқтаждық көрмейді. Болашақтары да баянды болады. Бірақ қазақ елінен бүтін бір ауыл емес, ауылдар үдере көшіп кеткендей жүрек сыздайды.